Баршылықтарыңа сәлем достар, мен бірге мен Алихан қызы. Қалай екі Майнкрафт көшірсе болады бір телефонға? Ендеше біз Майнкрафт көшіріп аламыз. Мен 1.15 көшіргем, 1.15.0.56 версиясын көшіргем. Енді сіздер Play Market'тен Cloner дегенді көшіріп аласыздар. Мынандай болады түрі. Жаттауыңыздар осындай болады. Осыған кіресіздер. Кірген соң, мына жерде бірдеңкелер деп шығарса, мындай. Мынандайды басасыздар. Ой, бұл істелмей тұр. Может быть, можно, позже дегенді жазсыздар. Сол кезде болды. Майнкрафтымызды тағы да копировать етіп аламыз. 1.15 пен 1.15 көшіріп аламыз. Ой. Клон етіп аламыз. Мыжған соң күтеміз. Кірет. Мына жерде мынандай шығады, бір жерге тиіспейміз. Міне мына жерде тұрады ғой қазір. Мына жерде тұрады бүйтіп. Соны басасыздар. Окей деген басасыздар. Өйстіп мынаны күтеміз. Так, өйстіп күтіп отырасыздар. 100-ге дейін болу керек. 100 болған соң кездесетін боламыз. Стоп. Сіздер үшін 5 секунд, ал мен үшін жарты сағат или 1 сағат. Көшілуде мүмкін, қазір көрейікші. Осына шығуда мүмкін сіздерде. Міне, көшілді. Установить приложение дегенді жазасыз. Бірден файлға рақтыр жүреді. Мынандай кіресіздер. Мынаны күтесіздер. Мынаны күтесіздер. Күтіп отырамыз. Так, бізде көшілді. Міне көшілді. Сіздерде мына жерде Майнкрафт тұрады. Сізде бірде Майнкрафт болады. Бұрынғы Майнкрафтыңызды өшіре саласызда. Файлдағы өзіңіздің Майнкрафтыңызды аласызда, файлға қайда. Так, файлға кіресіздер. Кірген соң загружение файл, диспетчер загрузки дегенде мен 1.17 көшірем. Так, установить көшіреміз. Так, мынаны көшірген күтесіздер. Көшірсіз осындай кезде. Осындай кезде көшірмей алады. Міне көшілді. Көшілген соң шығасыздар да. Болды сізде 2 Майнкрафт. Видео қызықты болғанына ойдамын. Сендермен бірге болған мен Алихан қызы. Тағайсыңдар.